Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және де бірінші сынып оқушылары. Ана тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгін 12-ші сабақ жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Сабағымызды бастамас бұрын міндетті түрде біз өткен тақырыпты қайталаймыз. Сендер білесіңдер, дауысты дыбыстар екіге бөлінеді: жуан және жіңішке. Жуан дауыстыларға а, о, жатады. Жіңішке дауыстыларға ә, и жатады. Балалар, бүгін біз сендермен Ыбырай Алтынсарин аталарының бәрінен де жақсы деген мәтінмен танысатын боламыз. Ендеше оқулықтарының бірінші жаттығуына назар аударыңдар. Мәтінді түсініп оқы. Бәрінен де жақсы. Бір кішкене қыз көшеде анасынан адасып қалыпты. Ол анасын іздеп, бақырып жылапты. Оны көрген адамдар жұбата бастады. Сен жылама, біз сені қазір анаңа алып барамыз. Сенің анаң қандай еді? Деп сұрапты. Сонда қыз жылап тұрып: сіз білмеуші ме едіңіз? Менің анам ең жақсы адам. Ол бәрінен де жақсы, депті. Балалар, мәтінді жақсылап тыңдасақ, бірінші жаттығудың соңындағы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Кішкентай қыз қайда адасып қалды? Дұрыс айтасыңдар, кішкентай қыз көшеде адасып қалды. Ол не істеді? Ол анасын іздеп, бақырып, жылады. Адамдар қызды не деп жұбатты? Дұрыс айтасыңдар, сен жылама, біз сенің қазір анаңды тауып береміз, деді. Анасы қандай адам екен? Қыздың айтуы бойынша анасы жақсы адам екен. Қыз оларға қалай жауап берді? Сендер білмеуші ме едіңдер, менің анам ең жақсы адам, деп жауап берді, балалар. Жақсы, балалар, сұрақтарға жауап берсек, біз білгеніміз жөн айдарына назар аударайықшы. Дұрыс айтады. Ана өмірдегі ең жақсы, ең жақын адам. Және де балалар, үлкендердің рұқсатынсыз білмейтін жерге баруға болмайды. Сонымен қатар мекен жайымызды, ата-анамыздың телефон нөмірін жаттап алғанымыз дұрыс. Себебі біз байқаусызда адасып қалсақ, бізге ол қажет болады. Балалар, келесі тапсырма бізде дәптермен жұмыс. Дәптерімізге дауысты и дыбысының бас әріпін және кіші әріпін көркем жазайық. Келесі тапсырмамыз екінші жаттығу. Мақалды көшіріп жаз. Күннің шуағы жылы, ананың құшағы жылы. Мақалдың мағынасына қарайықшы. Күннің шуағы жылы. Сендер білесіңдер, біздің ғаламшарымызды күн жылытып тұрады. Ананың құшағы жылы. Әрине, әр бала үшін өзінің анасының құшағы жылы. Осы мақалды қатесіз, көркем дәптерімізге көшіріп жазайық. Дәптерімізге көшіріп жазған болсақ, дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке екендігін айтуымыз керек. Күннің жіңішке дыбыс. Шуағы жуан. Жылы жуан. Ананың жуан. Құшағы жуан. Жылы жуан. Енді балалар, дәптеріміздің екінші жаттығуының астында мынандай шығармашылық тапсырма беріліп тұр. Ендеше тапсырмасын тыңдаңдар. Әр қақпаға тиісті әрпі бар допты енгізіп, шыққан сөздерді жаз.
екі қақпаға жиналған сөздердің дауысты дыбыстарын салыстыр дейді. Балалар, ең алдымен мына қақпаға назар аударайық. Бізде екі қақпа берілген және оның астында әріптер берілген, доптарда жазылған. Енді сол әріптерді біз көп нүктенің орнына қойсақ, сөздер шығады. Қарап көрейік, бірінші сөзіміз қандай сөз? Дәптер. Екінші сөзіміз кілем. Үшінші сөз әке. Төртінші сөз күй. Бірінші қақпаның сөзін аяқтадық. Екінші қақпаға қарайық. Қандай сөз шығады? Балық. Екіншісі жаңғақ. Үшіншісі аға. Төртіншісі дала. Тамаша. Балалар, енді осы екі қақпадағы сөздерді салыстырып көрейікші, қандай айырмашылығы бар? Дұрыс таптыңдар. Бірінші қақпадағы сөздеріміз жіңішке дауысты дыбыстары бар сөздер. Екінші қақпадағы сөздеріміз жуан дауысты дыбыстары бар сөздер болып табылады. Енді тәптеріміздің екі жолына, біріншісіне бірінші қақпадағы сөздерді, екінші жолына екінші қақпадағы сөздерді үтір арқылы жазып шығайық. Дәптердегі тапсырманы болсақ, өзімізді бағалаймыз. Балалар, үшінші жаттығуға назар аударайықшы. Сендерге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Отбасыңда қанша адам бар? Олар қайда жұмыс істейді? Ағаң немесе әпкең бар ма? Оның аты кім? Өзің бос уақытыңда немен айналысасың? Балалар, келесі сабаққа осы сұрақтарға жауап беріп дайындалып келейік.